Сонымен бүгінгі міне саяхатымызды аяқтадық. Кеш батты. Мынау мінекей Көлсайдың қасындағы киіз үйлер. Осы киіз үйлерді арендаға береді екен. Осы жерде осындай киіз үйлердің бірталайы бар. Ауыл болып жай күндері 20 мыңдай, ал жексенбі күндері 25-30 мыңға дейін барады екен. Кешкі салқын, тамаша ауа райы. Бұл теңіз деңгейінен 2,5 мың метрдей биіктікте орналасқан екен. Тып-тыныш, керемет. Бұл жерде құстардың дауысы естіледі. Басқа ешқандай дауыс жоқ. Демалуға өте жайлы, жақсы, керемет жерлер екен. Мынандай ауыл болып киіз үйлер тіккен екен. Қонуға келген туристер осы жерде жатуға болады. Мына киіз үйлерде аренда алып жатырмыз. Жақсы киіз үйлер екен. Мінекей мынау керемет жартастар екен. Тура осы Көлсайдан ағып келіп жатқан өзеннің жағасында. Жартастардың өзінде неше түрлі үлкен кішілі үңгірлер бар екен. Көрінген сонымен біз саяхатымызды бүгінге аяқтап жатырмыз.
Мінекей тамаша жерлер. Көлсайдың айналасы. Түр-түсі қазір керемет, таңертең басқаша. Қазір түстің кезіне таман мүлдем басқаша құбылып тұрған табиғат. Тамсанып, шөлін қанбайды. Мінекей қазір Көлсай өзенінен жоғарыға көтеріліп жатырмыз. Және көрсеткендей үңгірлерді көрдік. Осы үңгірден жоғары қарай, тауға қарай бет алдық. Мінекей. Мына жоғарыдан тамаша көріністерді көруге болады. Қарасаңыздар, мына жартастар жарылып әрең тұр. Қарап olsanыз құлайын деп тұр. Сәл ғана сұлап тұр екен. Осындай жерлерде өте қауіпті. Адамдар жүргені байқап жүрмесе, осында құлап кетуі мүмкін.